Тұрғын үй мәселесі, отандық құрылыс саласы проблемаларға тап болды. Бұл ипотека нарығына қалай әсер етуі мүмкін? Жетімдерге баспана қашан бұйырады? Тұл жетім қалғандардың үйлі болуы жыл өткен сайын қиындап барады. Суармалы жер суға мұқтаж. Жерді тиімді пайдаланбай, жағдай жақсармайды. Бұл депутат көтерген мәселе. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Сенатта қабылданған жаңа заң Еуразиялық экономикалық комиссияның жұмысын жеңілдетеді. Ол Еуразиялық экономикалық комиссияның кадрлық құрамын қалыптастыру тетігін өзінің қажеттіліктеріне бейімдейді және оның қызметкерлерінің еңбек жағдайларына қойылатын талаптарды жақсартады. Жаңа құжат комиссия департаменттерінің директорларымен және олардың орынбасарларымен комиссия алқасының жұмыс мерзімінен аспайтын мерзімге еңбек шартын жасасуды көздейді. Ал Еуразиялық экономикалық комиссияның мамандарына заң енді өтпелі жағдай деп аталатын кезеңде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Хаттама Еуразиялық экономикалық комиссияның кадрлық құрамын қалыптастыру тетігін нақтылауды көздейді. Қабылданған заң комиссия қызметкерлерінің еңбек шарттарының талаптарын жақсартуға мүмкіндік береді деп сенеміз. Заңның қабылдануы бюрократиялық рәсімдерді айтарлықтай жеңілдетеді және азайтады. Мысалы, бұған дейін жаңа лауазымға тұлғаларды тағайындауға және оның жаңа қызметке толықтай кірісуіне біршама уақыт кететін. Енді жаңа норма алқаның жаңа құрамы жасақталғанда комиссияның лауазымдық деңгейін бір мезетте жаңартуға мүмкіндік береді. Основные изменения коснулись, конечно же. Заң жобасының мақсаты Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Еуразиялық экономикалық комиссияның кадр құрамын қалыптастыру тетігін нақтылау бөлігінде өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау болып табылады. Заң жобасына сәйкес комиссия департаменттерінің директорларымен және олардың орынбасарларымен еңбек шарттары комиссия алқасының жұмыс мерзімінен аспайтын мерзімге жасалатын болады. Норманың қолданыстағы редакциясында 4 жылдық мерзім беріледі. Комиссия қызметкерлер үшін хаттама шеңберінде аттестаттау нәтижелерін ескере отырып, тиісті құрылымдық бөлімшенің қызметіне жетекшілік ететін комиссия алқасы мүшесінің ұсынуы бойынша. Комиссия алқасының төрағасы оларды ұзарту мүмкіндігімен 5 жылдық мерзім белгілейді. Қазақстанның құрылыс индустриясының өкілдері де бюрократиядан шаршады. Қағазбастылықтың шамадан тыс көп екенін президент айтқан болатын. Мысалы, бүгінде Қазақстанда сәулет құрылыс қызметінде 2,5 мыңнан астам түрлі құжат қолданылады. Сондай-ақ ескірген құрылыс стандарттары мен нормалары әлі күнге дейін сақталып қалған. Елордалық кәсіпкерлер палатасы алаңында бұл кездесудің жөні бөлек. Мұнда Қазақстанның құрылыс саласымен байланысты барлық адам жиналды. Құрылыс индустриясындағы өзекті мәселелер талқылады. Қазақстанда қазір құрылыс материалдарының қымбаттауы және ипотекалық несиелердің қолжетімсіздігі байқалады. Сондықтан осы салада жұмыс істейтін кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жетілдіру, құрылыс үшін жер тапшылығы мәселесін шешу қажет дейді. Отечественному производителю необходимы деньги. Субсидиялар бойынша біз қазір отандық өндірушіге ең алдымен ақша керек екенін үнемі айтып жүрміз. Яғни импорттық тауарлармен бәсекеге түсе алатындай және мүмкіндігінше ұзақ мерзімді несие ақшасын айтып отырмын. Шағын орта бизнестің барлығы қолжетімді несие сұрайды. Өйткені бүгінде біз 18 бен 20%-ке дейін несие ала алмаймыз. Мұндай несиелерді төлеп, бірдеңе жасау, өнім шығару мүмкін емес. Біз саланы цифрландыру туралы айтып отырмыз. Бүкіл сала цифрландырылған, қолжетімді және түсінікті болғанын қалаймыз. Қазір бұл тек экономикалық қана емес, сондай-ақ әлеуметтік мәселе. Қазақстандықтарға арнап тұрғын үй салумен айналысатын құрылысшылар елге қолжетімді барлық ипотекалық бағдарламаның нарықтан ақырындап кетіп бара жатқанын алаңдаулы. Бұл проблемалардың бір бөлігі ғана. Кәсіпкерлер құрылыс индустриясын қолдау жөніндегі өңірлік бағдарламалар мен тұрғын үй салушыларға несие беретін қор құру қажет деп санайды. Өте өзекті мәселе бүгін қаралды. Біздің комитет толық құрамында осы Атамекен палатасына келіп, бизнеспен кездесіп, өзекті мәселелердің барлығын тыңдап, өзімізге жазып алдық. Әрине сұрақ көп. Әсіресе мынау жер мәселесі, мемлекеттік сатып алу мәселесі сияқты, бюджетті қаржыландыру мәселесі сияқты үлкен мәселелер көтерілді. Енді алдымызда үкімет сағаты болады, қарашаның 11-інде. Сол кезде осы сұрақтардың барлығын біз құзыретті тиісті үкіметтің мүшелеріне осы мәселенің барлығын көтеретін боламыз.
Елімізде жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды тұрғын үймен қамтамасыз ету өз деңгейінде жүріп жатқан жоқ. Бұл жұмысты жандандыру керек дейді сенатор Амангелді Туламисов үкімет басшысына жолдаған депутаттық сауалында бірқатар ұсынысты ортаға салды. Берік Айнағұлов балалар үйінің түлегі. Бүгінде 4 бала тәрбиелеп отыр. Елордада пәтер жалдап тұрады. Үйдің кезегіне тұрғанына 10 жылдан астам уақыт өтті, бірақ пәтердің ауылы әлі алыс. Жыл бітіріп шықтым. 2002-де бітіріп, колледжға түстім. Колледж бітіріп, 2005-те Астанаға келдім. Астанаға келіп кезекке тұрғанда 2007-ге кезекке тұрдым. 2007-де кезегім 12 мың еді. 12 мың. Бұл кезде общий категория болатын. Сол категория бөлгенде 3 мыңға ма түсті. 3 мыңнан қазір Аллаға шүкір 630-шы кезекке келдім сол. Енді жалдамалы пәтерде тұрып жатырмыз. Кезегіміз тезірек жылжыса жақсы болар еді негізі. Ресми деректерге сүйенсек, елімізде жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар санатында 60.845 азамат тұрғын үй алу кезегінде тұр. Былтыр 1211 адам баспаналы болса, биылғы жылдың бірінші жартыжылдығында 287 адам ғана тұрғын үймен қамтамасыз етіліпті. Осыдан ақ жетім балаларды баспанамен қамту жұмыстарының сылбыры жүріп жатқанын көруге болады дейді сенаторлар. Депутаттар тіркеу кезегіне тұру тәртібіне өзгерістер енгізуді ұсынды. Яғни жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиеленіп жатқан мекемелердің орналасқан мекенжайы бойынша емес, оларды туып өскен жерлері бойынша тұрғын үй кезегіне қою. Бұл өз кезегінде олардың жылдамырақ баспанаға қол жеткізулеріне мүмкіндік береді. Сондай-ақ аудандық және ауылдық жерлерді жас мамандармен қамтуға ықпал етеді. Сондай-ақ аталған санаттағы балаларға Қазақстан халқына қоры шеңберінде тұрғын үй алып беруге белгілі бір мөлшерде қаражат тұрақты түрде бөлініп тұрса дейді депутаттар. Қазір бізде қоғамда ең өзекті мәселелердің бірі бұл ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және жетім қалған балалар үйінде тәрбиеленіп шыққан түлектердің адамдардың жаңағы баспанасының кезегінің өте үлкен болуы. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда 60.845 осы санаттағы адамдар кезекте тұр екен. Мысалы тек қана осы 2021 жылы 1211 адамға ғана осы санаттағы баспана берілген. Яғни бұны біз бұдан кейін ол санаттағы адамдар кезекке тұрмаса да жаңағы 60.845 адамды жылына 1211 адамнан берсек, бұл 50 жыл уақыт алады. Суармалы жерлерді тиімді пайдаланбай, жағдай жақсармайды. Сенаторлар үкіметтің суармалы жерлерді пайдаланудың тиімділігін арттыруға қатысты жұмысында сынға алды. Депутат Рысқали Әбдікеровтің айтуынша, инвестиция тартуды ынталандыру шаралары әлі де өз дәрежесінде жүріп жатқан жоқ. Мәселен, Қарағанды облысында биыл айналымға қосымша 2400 гектар суармалы жерлерді енгізу және 28 мың гектар суармалы жерлерді қалпына келтіру жоспарланған болатын. Алайда тиісті қаражат бөлінбегендіктен бұл жоспар іске аспай тұр. Суармалы жерлердің тиімділігін арттыру елімізде азық-түлік қауіпсіздігін нығайтудың бірден бір жолы. Сондықтан бұл салаға барынша басымдық берілуге тиіс. Суармалы жерлердің көлемі артса, елімізде азық-түлік өндірісі дамиды, агроөнеркәсіп кешенінің экспорттық әлеуеті артады, импорт азаяды. Сенатор Рысқали Әбдікеров Қарағанды облысында ауыл шаруашылығы саласындағы суармалы жерлерді қалпына келтіруді, суармалы егістік алқабының көлемін арттыруды, оған тиісті қаражат бөлуді ұсынды. Бұдан бөлек шағын фермерлерге су үнемдеу технологияларын сатып алуға және құрылысқа берілетін субсидия көлемін 50%-тің орнына 80%-ке дейін ұлғайту және баламалы энергия көздерін салуды субсидиялау қажет дейді. Сенатордың тағы бір айтқаны, жеміс, көкөніс өнімдерін сақтайтын арнайы қойма салуға кәсіпкерлерді ынталандыру. Ол үшін инвестициялық субсидия мен жеңілдетілген несие беру керек. Президент биылғы өз жолдауында осы салада инфрақұрылымның әбден тозғанын, автоматтандыру және цифрландыру деңгейі төмендегенін, сондай-ақ ғылыми негіздеме жоқтығымен мамандар тапшылығында баса айтқан болатын. Жалпы суармалы жерлердің тиімділігін арттыру, бар мүмкіндікті толығымен пайдалану елімізде азық-түлік қауіпсіздігін нығайтудың бірден бір жолы екені айқын. Сондықтан бұл салаға барынша басымдық берілуі тиіс.
Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.